Боковойды қалай ұрған дұрыс? Былай ұрған дұрыс па, әлде былай ұрған дұрыс па? Жалпы Советский Союз бокс мектебінде осылай ұрып үйреткен. Яғни былай. Ветный боксер тяжелого веса Абдусалам Нурмуханов. 6 минут. Алыс дистанциядан бұлай ұруға болады әрине. Жартылай прямой сияқты, жартылай боковой сияқты осылайынан келу керек міне. You have to like a guy who knows what his selling point is. Down wasn't kidding. Not being bothered by lefty. That is a shot. Бұл алыс дистанция. There's a power puncher coming into the Whitaker. Souza power puncher, and there's the first knockdown of the bout. Ал енді орта қашықтықпен жақын қашықтықтан тек қана бұлай кружкамен ұрған дұрыс болады. Кез келген кәсіпқой боксшыны қараңыз. Әйгілі Флойд Майвезер болсын, Мухаммед Али, Майк Тайсон, қазіргі Кроуфордтар, Канелолар бәрін қарасаңыз, осылайынан ұрады, кружкамен ұрады. Яғни бұлай ұрған кезде, міне, сіздің соққыңыз жойқын тиеді. Және боковой ұрған кезде бүкіл денені қосып ұру керек. Яғни мына арқа, арттан қараған кезде бұлай шығу керек. Арқа осылайынан. Оң қол ұрған кезде осылайынан, сол қол ұрған кезде осылайынан. Арқа көріну керек. Осылай арқаны қосып ұрған кезде соққының күші 2 есе болады. Яғни тоннамен ұрасыз ғой сіз. Ал жай қолдың күшімен ғана былай ұратын болса, бұл тек былайша айтқанда очкоға ғана удар. Бұндай удармен құлату өте сирек кездеседі. Әрине, ондаймен де құлатқан сәттер болады. Мысалы, Майвезердің Рики Хаттонды сайстеппен құлатқан сияқты көрмей қалған удардан құлайтын сәттер болады бокста. Бірақ дұрысынан күшіңді экономия ету үшін, күшіңді үнемдеу үшін, толыққанды жалпы бойдың соңына шейін күшіңді жеткізу үшін осылайынан корпусты бұрып ұрған дұрыс. Міне. Дәл осылай ұрсаңыз, шаршамайсыз, соққыларыңыз жойқын тиеді, әрі нокаутер, панчер боласыз.